Ассалаумағалейкум барша көрермендерге. Сіздерге бүгін вазиранияны қалай дұрыс ұстау керек және қалай сырбат етпеу керектігін айтатын боламын. Вазирания ұстау үшін ең бірінші ол көзді тию керек. Бір адамдар сұрап жатыр, қалай көзді тию керек па, немесе бір определенный способ бар ма дегенде ғой. Ең бірінші көзді тию керек, жаман нәрселерді вообще қарамау керек, ұятсыз видеоларды қарамау керек. Жай кіре салудың өзі ол дұрыс емес. Мен бұрын болатын әйтеуір кезінде, сіздерге шындықты айтайын. Бұрын просто бүйтетін, прям вазирания ұстап жүрдім, бірақ ВК кірейін дедім, просто так. Ана жақта жай қарай салайын дедім, жай қарай салайын дедім, просто так. Істемеймін, дым істемеймін, просто қараймын да шығып кетемін деп ойладым. Сөйтсе бұл шайтанның азғыруы ғой. Бұндайға алданып қалмаңдар. Просто так кіре салу, шамалы қазір қарай салам да шыға салам деген ондай нәрселер болмау керек. Вообще миларында вообще ойлатпау керек ондай. Егер де біз күні бойы сол нәрсені миымызға бір рет болса да келсе, мысалы, ұятсыз нәрсені бір рет болса да ойлап қалсақ, келесі күні бізде полюция болуы мүмкін. Полюция не екенін түсінбей жатсаңыздар, полюция деген түс кезінде өзінің сперма ағып кетуі. Мысалы, ұйықтап жатқан кезде адамда сперма ағып кетуі мүмкін. Оның барлығы не нәрседен? Ол кеше сенің жаңағыдай бір рет болса да сол ойлаған нәрседен. Сондықтан бірінші ойымызды тазарту керекпіз, жаман ойлардан сақтану керекпіз. Біздің екінші тәсіліміз ол, былай айтқанда бәрі білетін тәсіл. Біз үйде көп отырмау керекпіз. Біз үйде отыра бермеу керекпіз, жалғыз отырмау керекпіз. Жалғыз отырсақ өзің білесің істеп қоятынды. Бізге далаға шығу керек, бір нәрсемен айналысу керек. Далаға шыққанда жай шығу емес, мысалы, достармен шығу керек, шамалы уақыт өткізіп, немесе кросс жүгіруге болады, спортпен айналысуға болады. Просто так үйде отыра беру, ол сені қайтадан жасап қоюға алып келеді. Мен өзім шынымды айтайын, үйде отыра берген кезде мен көп жасап қоятын. Шынымды айтайын, серьезно айтайын. Ал мен далада жүріп басқа бір іспен айналысып жатқан кезде, ол нәрсе миыма да кіріп шықпайды. Мен бір мақсат қойдым, мысалы, сол вазирания ұстап жүргенде мен өзіме мақсат қойдым. 30 күн осындай жасаймын, 30 күн осындай жасаймын деп, сөйтіп мен ойымды былай айтқанда басқа нәрсеге аударып жібердім. Менің ойым бір орында қалмау керек та, жаңағыдай үйде отырып жаңағыдай нәрсені істеу деген. Мен мысалы 30 күндік челлендж бастау керек. Мысалы 30 күн осындай жасаймын. Мен әйтеуір күнде бір мақсатым болса, мен отвлекаться етемін ғой, мысалы. Мақсатым болса, мен оны ойламаймын, мысалы, қатты. Сондықтан бірінші мастурбацияны тастау үшін, жаңа дрочканы тастау үшін бізге ойымызды басқа жаққа аудару керек. Сіздерге айтып кетейін, үшінші тәсіліміз ол, мысалы, сіз вазирания жайлы енді біліп жатсыздар ғой, мысалы, енді. Сіз достарыңызға айту керексіз. Мысалы, сіздер достармен общаться еткеннен кейін, достарың да вазирания туралы білу керек. Егер де ол вазирания туралы білмесе, ол сені анонизмге жақындата береді, үнемге жақындата береді. Сен оған вазирания туралы айт, менің каналым туралы айт, ол осы видеоны көрсін, барлығын түсініп, екеуін немесе үшеуін болса да вазирания ұстаңдар. Бірге ұстаған вазирания барлығы жақсы болады. Сондықтан достарына да айтып қойды, ескертіп қойыңдар. Мысалы, сен вазиранист болып жүріп, қасында достарың анонист болып, анонизммен айналып жүрсе, серьезно, неприятно ғой. Досың анонист, өзің вазиранист болған. Сондықтан достарында вазиранист болған қаласаңыздар, бірінші достарыңызға да ескертіп қойды, ұмытпаңыздар. Төртінші тәсіліміз ол, мысалы, бізде бос уақыт болады, мысалы, кешке қарай болады шығар, может, түске қарай болады шығар, может, таңертең болуы мүмкін. Біз өмірімізді спортқа айналдыру керекпіз. Мысалы, мен качалкаға барып жүрген кезде менің ойым тазарып келеді. Мысалы, мен тренировкаға дейін нервный болып тұрсам, тренировкадан кейін спокойный болып қалам. Бүкіл іштегі жаман ойларды тренировканың арқасында шығарып тастаймын. Ол маған бір күшті чувство береді. Сондықтан ойларымды тазартқым келсе, бірінші спортқа барған дұрыс болады. Любой спорт, мен айтпаймын, не только качалка. Может, жүгіру болады шығар, может, футбол, может, волейбол. Бұл айтқанда уақыттарын бос өтпеу керек та. Бір мақсат болу керек. Егер де сенде мақсат болмаса, сенде срыв көп болады. Сондықтан бір мақсат қой өзіне. Өзіне қойып ал, любой мақсат. Может, сен білмей шығарсың, может, 30 күн осындай жаса, может, растяжка жаса 30 күн. Өзіне бір уақытында бос өткізбейтін нәрсені тауып алу керексің ғой. Бесінші тәсіліміз ол, дінге қарай бетті бұрған дұрыс. Өйткені біз діннен алыстай берсек, біз күнә жасай беретін боламыз. Уағыздарында, имандардан сұра, осындай жасап оламай, ол ұят нәрсе емес негізінде. Еркек адам болғаннан кейін барлығын сұраған дұрыс. Егер де біз үндемей жүре беретін болсақ, ешқандай пайда болмайды. Біз имамдардан сұрау керекпіз, немесе YouTube-ға кіріп уағыздар тыңдау керекпіз. Иманымызды күшейтпесек, біз анонизмді жасай беретін боламыз. Иманымыз күшеймей, анонизмді доғармаймыз. Менің айтып кететін бесінші тәсілім, айтуға ұят болуы мүмкін, қазақта ұят деген нәрсе бар дегенде ғой. Жастар, енді біздің қазіргі жастар, мен өзім жаспын ғой, енді айтып жатқан жастар деп айтып жатырмын ғой.
жастарымыз қазір жалқау болып кетті, еріншек болып кетті, бір нәрсеге тәуелді болып қалды да. Біреулер анонизмға тәуелді, біреулер ойынға, біреулер бір болмайтын нәрселерге тәуелді болып қалды да. Сол бүкіл уақытын барлығын сонымен өткізе береді да. Біз жастар мына елді өзгертпесек, ешкім бізді өзгертпейді. Жоқ, шынымен қазіргі қарайтын болсақ деймін да, біз недовольныймыз ғой, шынғы қазақтар. Неге қазақтар неге дамымай жатыр, неге біз бір орында қалып отырмық деп. Конечно, жастарға сенбесек, жастар осылай жалқау болып, еріншек болып, ойын ойнап жата берсе, конечно, Қазақстан қашан дамиды. Сондықтан Қазақстан даму үшін бізге жастар осы бізге еңбек ету керек та, бізге возраженность болу керек, бізде энергия болу керек, бізде талпыныс, мақсат болу керек та. Егер де біз просто так анонизммен айналысып, уақытымызды ойынға кетіріп, бір болмайтын нәрсемен айналыса беретін болсақ, Қазақстан қашан дамиды, ойлаңдаршы шамалы. Просто уже ойладым, айтайын ба, айтпайын ба деп. Бірақ жастардың біздің қолымызда мына келешектің барлығы. Ертең может біз депутат болатын шығармыз, может біз әкім болатын шығармыз, может президент болып кететін шығармыз. Оның барлығы жастардың қолында ғой. По-любому қазір отқан адамдардың барлығы ертең кетеді ғой, мысалы жұмыстан. Жастар қалады, жастар біздің болашағымыз деп бекер айтпайды ғой. Мен жастарға сенемін деп айтып кеткен кезінде. Өйткені біз қазақтар кезінде мықты болған, мысалы жоңғарлар келгенде, мысалы біздің территорияға келе жатады бір 90 адаммен. 90 адам, примерно айтып жатырмын да. 90 адаммен келеді. 90 адам келе жатады, типа, қазір аяғамыз жинейміз деп. Біздің қазақтар келеді да, бір кетеді. 15 жетеді да, бір 10-ның өзі жетеді да. 10 адаммен келе жатады, 10 қазақ. Аналар қырып тастайды 90-ның. Ойлашы, 90-ның қырып тастайды. Каждый адамға 10 адамнан алатын болсақ, жалғыз өзі. Қазақтар қандай болған кезінде? Мықты батырлар шыққан бізден. Қаншама рухты, намысты жігіттер болған кезінде. Біз просто қазір өзімізге жанымыз ашымайды да. Қайдан елге жанымыз ашиды деймін да. Біз елге жанымыз ашымаса өзімізге жанын ашушы еді ғой мысалы. Сондықтан біз өзімізді, әр адам өз-өзін қолға алатын болса, шынымен не только сен мықты боласың, біздің Қазақстанда көтеріледі. Сол біз қазақшылықтан айырылып баратық, алыстап кетіп бара жатырық, басқа шетелге еліктеп жатырық. Неге қазақтың дәстүрін сақтанбаймыз? Неге біз нағыз қазақ болмаймыз? Нағыз қазақ ол нағыз мұсылман. Неге біз дінді ұстанбаймыз? Неге шамалы дінге бет бұрмаймыз? Неге біз шамалы ертең күнімізді ойламаймыз? Біздікі әйтеуір болмайтын нәрсе да, болмайтын нәрсе, серьезно айтайын. Құр уақыт құрту, құр болмайтын нәрсемен айналысу дегенде ғой. Мысалы кезінде тез асыққан ғой, үйленуге асыққан мысалы. Не үшін? Жаңағыдай анонизммен айналысып, одиночка болып, өз өмірін құртпау үшін. Тез үйленіп, жігіт болу үшін, нағыз еркек болу үшін, өзіне жауапкершілікті сезіндіру үшін кезінде ата-бабаларымыз ерте үйлендірген. Ерте балалы шағалы көп болған. Мысалы, өздерің естіген шығарсыңдар кезінде 16-17 баладан болған бір үйде. Оның барлығы неден? Өзіне жауапкершілік алғаннан. Осы 16-17 баланы асыраудың өзі қандай жауапкершілік? Ойлаңдаршы, 16-17 бала. Оларды асырау керек, оларға тәрбие беру керек. Оның барлығы былай айтқанда мықты жауапкершілік. Сондықтан біз өзімізге жауапкершілік алмайтын болсақ, ешқандай өзгеріс болмайды. Біз лидер болу керекпіз, біз мықты болу керекпіз. Әр салада, мысалы, может біреу әртүрлі спорттан болуы мүмкін, біреу бизнес жағынан болуы мүмкін. Біз әр нәрседен лидер болу керекпіз. Біздің Қазақстан көтерілу үшін біз өзімізді өзгерту керек. Каждый адам өзі үшін жауап бере алатын болса, біздің Қазақстанымыз да өзгеретін болады. Мен әлі жаспын, қазір жасым 17-те, бірақ өскенде Алла қаласа осы Қазақстанға бір пайдамды тигізсем деген бір ой бар. Мысалы, ертең халық айтатындай, мысалы, осындай адам болды деп менен мотивация алатындай адамдар болса екен деген келеді. Сондықтан әр адам Қазақстан үшін өз үлесін қосатын болса, біздің Қазақстан дамып кетеді. Біз қазақтар өзіміздің елімізді ойламайтын болсақ, бізді кім ойлайды? Просто ойланып көріңдерші. Біздің жерге бәрі қызығып жатыр. То Қытай, то Россия. Жоқ, шынымен политикаға өте араласқым келмейді. Политиканы ойласам басым ауырады кәдімгідей. Ештеме ойлағым келмейді ол жағын. Бірақ бір қазағымды ойлағым келеді. Қазағым бір тәубесіне келсе екен, өзінің бір бұрынғы несіне келсе екен деймін. Бір намысты, мықты, қайсар мықты жігіттер пайда болса екен деймін. Сондықтан достар, бізге воздержание ұстау керек. Анонизммен айналыспау керек. Болмайтын нәрселерге қызыға бермеу керек. Бір болмайтын ойынды ойнап, оған ақша салып, жоқ, шынымен деймін да, сол ақшаны саласын деймін да. Ақша көтеріп аламын деп. Жоқ, соны тастап, лучше бір өмірге бір пайдаң тигізетіндей бір іспен айналыссам, бір қандай бір керемет болар еді да. Сондықтан достар, осы видео ұнады деген ойдамын. Бір мотивация бердім деп ойлаймын. Сондықтан достар, Аллаға шүкір, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Аман сау болыңыздар. 17 and we got a dream to have a family, a house and everything in between, and then suddenly